students, welcome to my YouTube channel. I am an English teacher. My name is Ұлжан Нұрлыбайқызы. Сәлем, үйренуші, қалың қалай. Бүгін мен сіздерге ағылшын тіліндегі sorry және excuse me сөздерінің қай кезде пайдалану керектігі жайлы айтатын боламын. Excuse me сөзі алдын ала кешірім сұрай білу, демек предпрещение. Мысалы, сіз тараптан болатын кейбір мәселелерге байланысты. Сіз сағат сұрауыңыз мүмкін, немесе терезені ашып қойсам бола ма деп өтінуіңіз мүмкін. Сондай мәселелерде сіз алдын ала excuse me деп өзіңізге сол адамның назарын аударта аласыз. Ал sorry сөзі бұған дейін дұрыс емес жасалынған әрекет үшін айтылады. I'm sorry about that. Мен бұл үшін кешірім сұраймын. Sorry сөзін таныс адамдардың арасында пайдаланасыз. Мысалы, әріптесіңізбен сөйлесіп отырып, бір сөзін естімей қалдыңыз. Sorry деп арғарай әңгімені сабақтай түсесіз. Pardon сөзін таныс емес адамдардың арасында пайдаланады. Мысалы, сізге танымайтын бір адам жөн сұраса, сіз түсінбесеңіз, pardon деп жауап бересіз. Ал what деп айту кішкене дөрекілеу. I'm sorry, өкінішті. I am so sorry, өкінішті. Әдептілікті сақтау үшін біраз кідіре тұру керек. Мысалы, бір кісінің аяғын басып кеттіңіз, ол кезде I am so sorry деп айтасыз. I am very sorry, өте өкінішті. I am really sorry, мен расымен де қатты өкінемін. I am awfully sorry, мен қатты өкінемін. I am very, very sorry about you. Мен болған жағдайға қатты өкінемін. Мені кешірші деген сөз шын жүректен шықса, ашуды жойып жіберетін күшке ие. Кешірімшіл болайық. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye.